Қазір Сенат отырысы басталды. Әріптесім Самал Қабышева тікелей байланысқа шығып, күн тәртібінде қаралатын мәселені айтуға дайын. Самал, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Оксана. Қазір күн тәртібінде бір мәселе қаралады, яғни қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың бюджетін қалыптастыру және атқару тәртібі жөніндегі ережеге өзгеріс енгізу туралы құжат ратификацияланады. Сондай-ақ 4 депутаттық сауал жолданады. Оның ішінде мектеп тапшылығы мәселесі де қарастырылған, яғни Ақмола облысына мектеп қажет. Білім шаңырақтары жетіспей жатыр. Нақты айтқанда Қосшы қаласына 1000 орындық мектеп салу мәселесін сенатор көтереді. Себебі бұл жерде оқушылар саны 12 мыңнан асып кеткен. Сондай-ақ депутаттық сауалда лифт қауіпсіздігі, газ қауіпсіздігі мәселелерде қарастырылған. Толыққанды ақпаратты алдағы шығарылымда айтамын, Оксана. Рахмет, Самал. Расменде биыл мысалы бірінші сыныпқа баратын балалар саны өте көп. Сол себепті жағымды ақпарат көп болсын. Рахмет.